Жақсы. Енді осы жерде өзінің сөзінде көкшетау дуанына даңқым барған, мен біржан алтын тудай айқындалған. Есіткелі сары сені 3 жыл болды, середен төңірекке құлаш салған дейді. Яғни біржан сал Сараның атын есіткеніне, Сараның даңқын есіткеніне, онымен айтысқысы келгеніне қанша жыл болған? 3 жыл болған деп есте сақтап қаламыз. Және соңында ол қанды көз май жеп алған ақиықпын, сен түгіл қасқыр көрсе бір-ақ шайнар деп өзін сипаттайды. Осы жерде қанды көз май жеп алған ақиықпын дегенде қандай көркемдегіш құралдар бар? Қанды көз май жеп алған ақиықпын. Метафора. Метафораға Иә, ақиықпын ақиықпын деген дегендегі пын деген. Жаңа сіз дұрыс. айтқан жүкті Дәл жалғауымдау сол, сияқты. дәл солай. Және тағы бір көркемдеш құрал бар. Қанды көз май жеп алған ақиықпын дегенде. Мысалға апай, ой кешіріңіз ағай, мысалға біз эпитетте мысалға алтын қол деп айтамыз ғой, ал бұл жерде мысалы қанды көз деген секілді эпитетке жата ма? Қанды көз деген былай. Қанды көз деп екіге бөлініп жазылып тұрған жоқ. Қанды көз деген бір сөз. Және бұл қандай сөз? А, Бұл метонимия. Неге? Себебі бүркіт деген сөзді алмастырады бұл. Түсінікті ғой. апай Қазақта қандай бүркітті дедіңіз? қанды көз, Қанды көз? Май. қанды көз бірге жазылады, бүркітті алмастырады. Метонимия. Жақсы? Сол толық айтқан сөзін айтқаным ғой. Қанды көз, май не деп. Қанды көз май жеп алған ақиықпын. Сен түгіл Аха, қасқыр жақсы. көрсе бірақ. Түсінікті ғой метонимия екендігі. Енді ары қарай. Осы жерде мынау Сара, ей біржан, жасың үлкен, өзің аға, қымбаттығым белгілі білсең баға. Қамысты терең көлдің сұқ сорымын, қаңғырған ілдірмеймін қаршығаға дейді. Енді қараңдар. Қаңғыған ілдірмеймін қаршығаға деп айтады да. Біржан салды, Сары, қаңғыған қаршығаға теңейді. Қаңғырған қаршығаға. Осы нәрсені жазып алайық. Бірінші, қаңғыған қаршығаға теңейді. Және екінші, бұралқы күшікке теңейді бүкіл айтыстың ішінде. Яғни Сара Біржанды не нәрселерге теңеді? Қаңғыған қаршығаға және бұралқы күшікке. Ал өз кезегінде Біржан Сараны неге теңейді? Байлаулы бала құсқа теңейді. Ертең сендерден Сара Біржанды неге теңеді деп сұраса, жаңағы қаңғыған қаршыға және бұралқы күшік деп жауап бересіңдер. Ал егер Біржан Сараны неге теңеді десе, байлаулы бала құсқа теңеді. Шынында солай ғой, иә? Біржан қай жақтан келіп жүр? Көкшетаудан келіп жатыр. Қаңғыған қаршыға ма? Иә, қаңғыған қаршыға Көкшетаудан қаңғырып жетісуда жүр. Бұралқы күшік деп жаңағы көшеде жүретін күшіктерді айтады. Шынымен біржан сал өз үйінде емес, бұралқы күшік сыртта жүр, иә. Тура солай айтады ол. Және байлаулы бала құс па Сары? Иә, неге? Себебі мынау қанаты бар, бірақ аяғынан байлап қойған ұша алмайтын, өзінің еркіндігіне өзі жете алмайтын, сол кезде жиенқұлға айттырылған Сары шынымен байлаулы бала құстан аумайтын еді. Сонымен біржан салға Сара, тіліңді тарта сөйле біржан батыр, жарамас жүдеп қайтсаң іздеп келіп деп тағы да қатты айтады. Енді біржанның тағы бір айтатыны бар. Және дәл осы жерде Сара оны қайтадан қайтарып не істейтіні бар, бір өзіне ұпай жинайтыны бар. Біз жаңа Сараға бір ұпай берген едік. Қиссасул әнбеден мысал келтіріп, мынау Сара сыртқа шығу керек емес, біржан керісінше киіз үйге кіру керек деген нәрсені Сара тапқыр айтып, не істеді? Өзіне бір ұпай жинады. Енді екінші ұпайды қалай жинайды? Қараңдар, біржанның айтқан сөзіне мән берейік. Арғынның көз жеткісіз аймағы бар, төңірек жеті дуан ойнағы бар. Кім жетер жанайдарға 6 айдағы, 600 жас ботамен тайлағы бар. Тәттімбет, арғын, ардагерім арғын асқан, 40 түрлі күйелінген бармағына. Ежелден әрі боймын, әрі молмын, шын қыссам шыдабайсың зардабыма дейді. Енді осы жерде біржан сал өзін қойып, енді руын мақтай бастайды. Енді бұл өздерінің жеке басы емес, ру аралас неге айтып кетеді? Тартыс пен айтысқа айналып кетеді. Енді біржанның айтқанына қарайық. Не деп мақтанды? Арғынның жері үлкен деп мақтанды. Иә, арғынның жері үлкен деп бірінші мақтанды. Екінші, мынау Жанайдар деген Алтайдағы адамның несі бар? Мынау 600 жас ботамен тайлағы бар. Яғни байымыз деп мақтанды. Екінші, бірінші жеріміз үлкен дейді. Екінші, Жанайдар деген тарихи тұлғаның атын жазып аламыз. Жанайдар деген тарихи тұлғаны айтып біржан мақтанды. Ол да арғын руынан шыққан. Және не істеді? Үшінші, Тәттімбетті айтты. Яғни өнерліміз деп. Тәттімбет күйшіні барлығымыз білеміз ғой. Иә, Тәттімбетті не істеді? Айтып, ол мақтанды. Не деді? Жеріміз кең деді, байымыз деді, және өнерліміз деді. Осы жерде байымыз, молмыз дегенге қаттырақ тоқталады да, Сараның айтқан жауабына қарай, дәл осы жерде Біржанды тағы да жерге көміп кетеді ғой Сара. Былайша айтқанда.
ей біржан, сөз сөйлейін анықтатып, көңілің ауырмасын қабақ қатып, көкшетау Қызылжарда талай арғын, күн көрген жанын жалдап, жатақ жатып, найманнан қай жерің бай мақтағанмен, бармаған соң жайымды білмейді деп құр босқын мақтанасың тәңір дейді. Енді осы жердегі маңызды сөйлем мынау: көкшетау Қызылжарда талай арғын, күн көрген жанын жалдап, жатақ жатып дейді. енді осы жердегі дүниеге мән берейік. Қазақ өзінің әлеуметтік жағдайын сипаттаған кезде бай, орта дәулетті, кедей және жатақ деп бөледі. Одан да басқа бөлетіндері бар. Білесіңдер, бай деген енді төрт құбылас теңі. Одан кейін жаңағы орта дәулетті әйтеуір өзіне қажетті мал дүниесі бар адам. Кедей әйтеуір бір мініс малы мен бір қазан тамағы бар адам, әйтеуір кедей деген. Енді осы жерде жатақ деген кім? Жатақ деген кедейден де төмен. Тіпті басында баспанасы жоқ, тіпті бір күндік асы жоқ адамдар. Бір күндік асы болса екінші күнге тамақ жоқ адамдарды жатақ деп айтады. Және жатақ кедейден де әлеуметтік жағдайы төмен. Дәл жаңағы жерде жанын жалдап деген сөз бар, иә. Жанын жалдап деген не мағынаны білдіреді? Сол кезде мынау 19 ғасырдың соңында Ресей патшалығы заводтар салады ғой енді. Түсті металлургияны меңгеру барысында өте көп заводтар салынады қазақ жеріне, әсіресе солтүстікке. Және сол көкшетау Қызылжар жерінде сондай заводтар болады да, арғын басқа да рулардың адамдары заводтарға барып жұмыс жасайды. Және жанын жалдап деген осы. Және олар жатақ болады сол жерде. Сол заводтың жанында түнейді, соның ішінде тұрады, соның ішінде жаңағы орыстың адамдары түскі ас берсе түскі ас ішеді, бермесе ол да жоқ, кешкі ас берсе кешкі ас ішеді, бермесе ол да жоқ, не басында баспана жоқ, не астында жылы төсегі жоқ, солай жанын жалдап жатақ жатып күн көріп жатыр. Найманнан қай жерің бай мақтағанмен, бармаған соң жайымды білмейді деп құр босқа мақтанасың тәңір ат деп, мен бармасам да ол нәрсені білемін, өтірік мақтанба, найманнан ешқандай жерің артық емес деп айтады осы жерде Сара. Егер қаттырақ айтатын болсақ осылай. Сонда Сара не істеді? Өзіне тағы бір ұпайды жинады. Сара жеңіп келе жатыр ма? Иә. Түсінікті болды ма қалай өзіне алғаны? Иә, Иә. түсінікті. Түсінікті. Жақсы. Түсінікті Енді болды, түсінікті мастер. болған. Қалай бұл жеңіледі, Сара? Иә. Осы сұраққа жауап береміз. Айтыстың тарихында Сара жеңілген деп алынады. Иә? Сара жеңілді деп айтады айтыстың тарихында. Неге? Қазір соған не істейтін боламыз, жауап іздейтін боламыз. Бірақ оған жетпей тұрып, мына Сараның өзін сипаттаған үзіндісі бар, соны мұқият тыңдаңдаршы. Қазір сабақтан шыққаннан кейін міндетті түрде 9 сыныптың мектеп баспасына кіріп, осы сипаттауды жазыңдар. Міндетті түрде. Мынау 65-ші бетте. Майысып нәзік белім бұраң қаққан, 40 түрлі дана кеудем өнер тапқан. Сөйлесе май тамызған бұлбұл тілім, сықылды гауһар сағат нақыш шапқан, мойыным сұңғағындай жүзген қудың, ләбізім шырынындай шәрбат судың, қаққанда төңкерілген қас бітісім ашылған айбатындай жібек тудың. Қырмызы қызыл жібек маңдайым кең, арғынның айтшы қане қай қызы тең деп өзін сипаттайды. Енді осы жердегі өзін сипаттауы ұбт да сұралады. Неге? Еңлік, Шұға, Ақбілек, Ұлпан, Жамал, Жаңыл, Тоғжан, Әйгерім, мынау Сара, Қарлығаш, барлық қыздардың қыз жібек сипаты ұбт-да сұралады. Барлық кейіпкерлердің кім өзін қалай сипаттады, автор кімді қалай сипаттады, халық әдебиетінде кім қалай сипатталған. 2022 жылғы нағыз ұбт сұрағы қыз жібектің сипаты келді. Қыз жібектің ақтығы наурыздың ақша қарындай, ақ бетінің қызылы ақ бетінің қызылы ақ тауықтың қанындай деп келетін тармақтар ұбт-да солай сөзбе сөз сұралған. Мынау Сараның да өзін сипаттағаны, Біржанның да өзін сипаттағаны. Сендер міндетті түрде жаттауларың керек нәрсе. Бірақ жаттаудан бұрын ерекшелігін есе сатап қалуға болады. Қалай? Сара басқа қыздарға қарағанда өзін сипаттайды, яғни бірінші жақтан. Ал еңлікті, Шұғаны, қайсы тағы басқа қыздардың барлығын кім сипаттайды? Автор сипаттайды. Яғни ол мынандай, ол осындай, ол осындай, ол мынандай деп сипаттайды да, ал Сара мен осындаймын, мен мынандаймын деп бірінші жақтан сипаттайды. Сараның өзін сипаттауын табу оңай. Ерекшелігі осы. Түсінікті ме? Ерекшелігін есе сатап қалсаңдар, не істейсіңдер? Оны жаттамай ақ таба аласыңдар. Ерекшелігін түсіндік пе?
Иә, иә. түсіндім. жақсы. Ерекшелігін түсінген болсам, мынау өзін сипаттаулары дегеннің ішінде осы кіреді. Өзін таныстыруларын біз айттық, бір-бірін қағытқанын әлі айтып жатырмыз. Айтыстың шешімі, айтыстың тағдыры, айтыстың көтерген тақырыбына біз қазір бармыз. Енді дәл осы ә, жаңа тәттімбет, одан кейін кім айтылды ғой? Жанайдар деген тарихи тұлғалар айтылды. Енді тағы біржанның өзін сипаттайтыны бар. Біржанның өзін сипаттайтын, мен сендерге үзіндісін оқып берейін. Бұл да тыңдап, қайтадан оқып, сөйтіп бекітетін нәрсе. Жорғамын, сарынымен самғайтұғын, бәйге аты серпінімді шалмайтұғын, әнімді 12 взвод жіберейін, есіңнен өле-өлгенше қалмайтұғын, қырымға қарайтұғын қыран құспын, аң алмай жерге бекер қонбайтұғын, айнымас қанды балық ақиықпын, тұяғым тиген қасқыр оңбайтұғын, асылмын аспандағы құс болғанда, қаңтарда қалшылдаған тонбайтұғын, тұлпармын көроғлының пырағындай, алдына жүгірсем мал салмайтұғын дейді. Ер адамның өзін сипаттауы ма? Ер адамның өзін сипаттауы. Және Көроғлы деген тарихи тұлға айтылады. Көроғлы түркі халықтарының батыры, пырақты батыр. Жазып алайық. Жарай ма? Көроғлы айтылатын тарихи тұлғалардың бірі осы жерде. Енді дәл осылай өзін сипаттап болғаннан кейін Сараның да басқа өзін сипаттауы бар. Оны да міндетті түрде 66-шы беттен қарап шығамыз, мектеп баспасы. Менен сендерге Біржанның оны қалай жеңетінін айтайық. Енді Біржан дәл осылай өзі жеңіліп келе жатқанын біледі және Сараның ең жанды жеріне қол салады. Мұқият тыңдайық. Майысқан сегіз қырлы жүйрік ақсың. Қай жерден болжамайсың тынарыңды. Тез алдырт күйеуіңді сары осында. Көрейін күйеуіңді тиген таңдап. Ер шығар тотығыстай неше түрлі. Жақсыны көрмек үшін деген сары. Өзі түгіл елдің қамын жеген сары. Мырзаңды жиен құлдай шапшаң шақырт. Ұялып бөгелесің неден сары деп келеді. Яғни жиен құлды алып кел. Өзің таңдап тиген күйеуің ғой. Неше түрлі өнерлі сұлу жігіттің төресі шығар, жақсыны көрмек үшін деген ғой, сен сол күйеуіңді шақыртшы, сен күйеуіңді көрейін дейді. Сонда Сара бүкіл Найманның жақсылары көріп отырған айтыс. Енді бұл екеуі ғана киіз үйдің ішінде айтысып отырмайды. Білесіңдер, айтыс басталған жерде, қазақта ән күй басталған жерде бүкіл ауылдың адамдары тірлігін тастай салып жиналып қалатын несі бар, ғұрпы бар. Сонымен барлық адамдар көріп отырады бұл айтысты. Және жаңағы Тұрысбек қажы бар ғой, Сараны жиенқұлға айттырып жіберген. Сол тұрысбек қажы да көріп отырады. Сол тұрысбек қажыға бұл Сара мұңын шағып былай деп айтады: қажеке ау, мынау қалай ақырады, жиенқұл тез келсін деп шақырады, көрсетсең асылыңды ап келіңдер ауылында, ол келгенше отырады. Арғынға жол бермеген есіл тілім, күн өтпей қор боп ұшқан қызыл гүлім, сіздерден ұялғаннан үндемеуші ем, есекке қосақтаулы өтті ау күнім. Осы жерде сіздерден ұялғаннан үндемеуші ем, есекке қосақтаулы өтті ау күнім деген Сараның сөздері өзінің жеңілгенін мойындаған сөздері. ұбт да 2023 жылы сұралған сөздер. Сара өзінің жеңілгенін мойындаған сөздерді тап. Сіздерден ұялғаннан үндемеуші ем, есекке қосақтаулы өтті ау күнім деген сөздер. Одан кейін ары қарай Алтайдың саңлағымен сөйлесем де, жоқ екен жүйрік иттей өлсем құным, сіздерге сенетұғын сорлы басым, келгенде жиен құлға шықпайды үнім деп айтқан сөздердің барлығы осы Сараның сөзін ары қарай жалғастыра алмайтындығын, айтысты ары қарай жалғастыра алмайтындығын, осы жерден барлығын тоқтататындығын, жеңілгенін мойындайтындығын айтады. Сол жерде отырған халыққа, Біржанға және бізге. Және жоқ екен жүйрік иттей өлсем құным деген сөз жазып алайықшы. Жүйрік иттің құны қандай? Расында жүйрік иттің құны болған қазақта. Тіпті құмай тазыларды бір отар қойға айырбастап алатын да кездер болған. Ойлаңдаршы, бір отар қой, не болмаса екі жылқы, жарайды. Сонда Сараның сондай жүйрік ит сияқты құны жоқ дейді. ұбт да әдебиеттен сұралса, жүйрік ит секілді өлсем құным жоқ екен деген кейіпкер Сара. Сонымен Сара, жиенқұлға адамдарыңды жіберіңдер, сіздің еріңіз оған салынсын, егер бармаймын деп үйде қалса, бізді масқара қылады дейді. Сонда Біржан, шынымен шақыр, алып кел, арқасына 10 мата тыққандай ақ күйеуіңді көрейік деп жаңағыдай айтқан кезде, мынау Сара
Қажеке ау кіші жібер балаңызға, әзәзіл болды біржан арамызға. Сыртынан мақтасам да керек қылды, көрсетпей жігітті ұрлап қаламыз ба деп кісі жібермекші болады. Бірақ жиенқұл келе ме бұл айтысқа? Жиенқұл келмейді. Сонымен ең соңында осы енді біржан жеңді ғой. Айтыс аяқталатын уақытта біржанның сол найманның игі жақсыларына айтатын сөзі бар. Мұқият тыңдайық. Енді біз нені талдадық? Айтыс қай жерде болды? Иә, кім қай жақтан келді? Қай жаққа барды? Үйдің сыртында тұрғандағы Біржанның айтқаны не? Сара оны қалай қағытты? Біржан өзін қалай мақтады, руын қалай мақтады? Сара оның руын мақтағанда оны қалай жаңағыдай сөзбен қағытты? Одан кейін Біржан жеңіліп бара жатқан кезде не істеді? Сараның жанды жеріне қол салды. Енді Сара одан кейін қарсы тұра алды ма? Сол сұрақтардың барлығына жауап берді. Сара қанша жаста болды? Сара өзін қалай сипаттады? Оларды қалай ажыратамыз? Таныстырған кезде нендей ақпараттарды қолданды? Рулары қандай? Осылардың барлығын сендер қазір білдіңдер. Енді мұқият тыңдайық. Соңында тағы да білетін заттар бар. Кісі емес, ел намысын ұққандай ақ, ер есіз тауға шыққандай ақ, жиенқұл күжірейіп келер ме екен он мата арқасына тыққандай ақ, законда зорлық болмас жақсы адамға, жақсыны қор боп болмас бір жаманға, және де аят пенен хадисте бар, жылатып берме деген еш наданға дейді. Тұрысбек Есімбекпен сау тұр аман, таянды қайтар уақытым елге таман. Айналып ендігі жыл бір келермін, тысқары топырақтан болсам аман. Сараны жиенқұлға бере көрме, қыз түгіл ер құнына келер шамаң дейді. Яғни Біржан Сал Сараның басына түскен жағдайды ішкі жүрегімен, түйсігімен қатты қабылдап сезінеді. Бұл жерде Біржан қатыгез, қатал адам емес. Біржанның мақсаты мынау жиенқұлдың құрсауынан Сараны аман алып қалу. Сосын Тұрысбек пен Есімбекке, яғни сол елдің жаңағы қажысы мен биіне келіп айтады: жиенқұлға бермеңдер. Законда жақсы адамға зорлық жасауға болмайды, және аят пенен хадисте қызды өзі қаламаған адамға тұрмысқа беруге болмайды деп екі дәлелдерді, мысалдарды айтып кетеді. Бірақ оған құлақ аса ала ма? Оны еститін құлақ болды ма сол кезде? Сонымен Жоқ, болмады ол кезде. соңында Сараның айтатын сөзі бар. Енді Біржан ең соңында жаңағы Сара өзінің жеңілгенін мойындағаннан кейін Сараны жиенқұлға бермеңдер деп Есімбек пен Тұрысбекке айтып кетті. Законды біледі бұл кісі. Мысалы өте білімді адам. Законда сол кездегі Ресей үкіметінің заңы бар ол кезде де. Сонымен сол заңда айтады: зорлық жасауға болмайды. Және аят пенен хадисті біледі, дінді білетін адам. Қызды расында өзі қаламаған адамға ешқашан беруге болмайды. Тіпті қыз баласы үйлену тойының үстінде мен бұл адамға тұрмысқа шықпаймын десе, үйлену тойын тоқтатып, бүкіл жасалған іс әрекеттерді қайтарып, тіпті қалың мал беріліп қойған болса қалың малды қайтарып, жасау беріліп қойған болса жасауды қайтарып, қыз баланың шешімі сол жерде қабылданса, тіпті оны бермеу қояды. Негізі шариғатта солай. Ал бұлар тіпті қаламайтын адамына не істеп тұр? Айттастырып, және оның зарын құлаққа. Сонымен Сара сал Біржан жүріп кетті амандасып, екі күн арпалыстың табандасып, шіркінге қимағаннан жорға бердім, басында сөйлессем де жамандасып, жүре гөр ақын Біржан бізді сұрғай, тысқары топырақтан қылса құдай дейді. Енді осы жерде біз маңызды ақпараттарды айтамыз. Ол екеуінің екі күн айтысқаны. Яғни олар екі күн айтысқан. Екі күн. Және мынау Сара Біржанға жорға берген. Жеңілген уақытында жорға жылқысын берген. Сонымен дәл осы нәрселерді айтқаннан кейін Біржан айтады. Мына Біржанның соңғы сөздері бізге Біржанның Сараға арша түскенін және екеуінің екі күн айтысқанын, Сара жеңілгеннен кейін жорға бергенін жазып алды. Енді Біржан соңғы сөздері мынау: шырағым, Сара сендей тумас бала, шежіре туармысың мұндай дана, обалың Есімбек пен Тұрысбекке жігітің жөндеу екен, ей бейшара. Ел жұрттың қорықпайды екен көз жасыңнан, қиып кеткім келмейді мен қасыңнан, кемітір қай жеріңді дұшпан шіркін, адамзат озар емес өз басыңнан. Бір басты адам болмас сан өнерлі, айбатың әлемге айқын ай бедерлі, садаға тырнағынан кетсін Сара, сан жүйрік көріп едім мен нелерді. Сөз айтты сонда Біржан біздің жаққа: ұмытпан Сара сені әр уақытта, қайырған сөзбен жетіп естіл шіркін, көрін қайта айналып. Қайсы уақытта деп аяқтайды. Яғни Біржан Сал ең соңында: сенен өлеңге ұста адам көрмедім,
мындай жерде дана болып дүниеге келген екенсің. Және мен қандай дүлдүлдермен бұлбұлдармен айтысқан едім, жұлысқан едім, тартысқан едім, бірақ сенің тырнағыңа татымайды деген ойларды айтады. Және ең соңында обалың есімбек пен тұрысбекке деген сөздерді айтады. Осы сұрақтар 2023 жылы келген. Сараның обалы кімдерге? Есімбек пен тұрысбекке. Жемқұл мен жайсаңбекке емес. Әрине олар да оның оқиғасына қатысты арнайы болыс, жаңа біз айтқан, иә, жайсаңбекке жала жапқан арнайы деген болыс. Сосын жайсаңбек, жемқұл, барлығы жаңа Сараның тағдырына өзгертуіне қатысты адамдар ғой. Бірақ Сараның обалы Есімбек пен Тұрысбекке. Неге? Себебі олар қолдарынан өзгерту келсе де өзгертпеді оны. Сонымен біржан сал амандасып барлығына жүріп кетеді, қайтып кетеді. Айтыс осылай аяқталады. Және ең соңында Сараның тағдыры жемқұлға тұрмысқа шығатыны және айтыстың көтерген тақырыбы ол бізде қазақ әйелдерінің бас бостандығы. Ең үлкен 20 ғасырдың соңына дейін, тіпті басына дейін көтерілген тақырып. Қазақ әйелдерінің бас бостандығы. 1910 жылда жазылған ең алғашқы роман Бақытсыз Жамалда. Әлі өттіңдер ме өтпедіңдер ме білмеймін. Тіпті ең алғашқы қазақ жерінде жазылған роман осы әйел адамның бас бостандығы тақырыбын көтерген. Иә, алғашқы роман Бақытсыз Жамал. Бірақ оқушылар мұқият тыңдайық. Барлық жерде ондай болды, немесе барлық отбасыда сондай болды деген сөз емес. Ол өте бір сирек кездескен жағдай, және барлық жерде бірдей емес. Жақсы, себебі сендерде мынандай ой қалыптасып қалмасын. Қазақтың барлығы жаңағыдай қызын малға сата берген, өзі қаламайтын адамға тұрмысқа бере берген деген секілді. Жоқ, олай емес. Ол өте сирек кездескен, және жаңағы билердің, байлардың күшінен, олардың жаңағы зорлығынан, тіпті еш нәрсе амалсыз болған уақытта ғана жаңағыдай жайсаңбек бізде амалсыз болды ғой, иә, момын жігіт болды, әлсіз жігіт болды, кедей жігіт болды. Ал егер ол бай болса, оның қолдаушысы болса, ол қарындасын берер ме еді жемқұл деген адамға, жаман адамға? Бермес еді. Бермес еді, себебі жағдайы болмады, сонымен қатар оған жала жапты ғой. Сол үшін амалдың Сол. жоқтығынан берді. Әйтпесе оның өзі де әрең қиды ғой қарындасын. Енді Оның барлығы қазақта бар, әркім өзінің қарындасын көрінгенге бере бергісі келмейді ғой, мысалға өзі қаламаса жақсы көрмесе деген секілді. Ол енді амалдың жоғынан бұрынғы сол кезде қиын заман болғандықтан солай қадамға барған сондай. сол. Қазір барлығымыз микрофон қосайық, барлығын қосыңдар. Сосын кезек кезек қазірдан болды ма? Үзіліп пайдаланыңыз. Үзілді. Иә, иә. Мен мынау курс меңгерушілеріне ұсыныс тастаймын ғой. Барлығы қосып таңдайды, дауыс шығып. Барлығын өшіре қойыңдар. Өшіре қойыңдар. Чатқа жазыңдар. Чатқа жазыңдар. Түсінікті дейді. Түсінікті дейді. Түсінікті. Жақсы. Барлығы түсінікті болған болса, тема болды дейді. Супер, пупер. Жақсы, шүкір Аллаға. Сабағымызды аяқтадық. Енді тапсырмаларға мұқият тыңдап алайық. Біріншісі, тақырыпты толық 4 баспадан конспектілеу. Оқушылар жаңағы әрқайсының өзін сипаттағанын, және жанында өзін таныстырғанын, иә, солардың барлығын үзінді келтіріп отырып жазайық. Ерекшелігімен. Мен айтып өткен ерекшеліктерді де жазыңдар. Және мен тест жіберіп қойдым апайларыңа, кураторларыңа. Сол тестті де тапсырамыз. Жақсы. Барлығы түсінікті ме? Жақсы. Жарайды, жарайды деп бір айтып жіберсеңдер, мен сонымен сабақты аяқтаймын. Жарайды, окей, жарайды дейді. Жақсы. Оқушылар, барлығы жақсы болған болса, түсінікті болған болса, осымен эфир аяқталды. Келесі сабақтарда жолыққанша. Шамасы басқа сабақтарда да мен беретін секілдімін. Бәлкім солай болуы мүмкін. Иә, Келесі ағай. сабақтарда жолыққанша. Ахмет Эфирде апай сақталған солай екен. айтты ғой. Сізге өткізіп беріңіз ғой. Жақсы, қыздар.
Сау кім болыңдар, аман болыңдар. ренжіскенін білмеймін. Бұйырса келесі сабақтарда жолығамыз.